Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Емдеу алдын алу іс-шараларының жоспарын құру және орындалуын талдау модулі бойынша бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жылқы ринострозы. Жылқы ринострозы бұл көбінесе эстроз ауруына ұқсас келетін қойларда мұрын құрт деп аталады, немесе пысқырық деп аталатын ауруға ұқсас. Яғни оларда айырмашылығы бөгелек балан құрттарының әсерінен пайда болады, бірақ ауруды қоздыратын бөгелек шыбындары екі түрлі. Яғни бұл жерде риностроз туысына жататын пурпуреус түрлеріне жататын жылқының мұрын қуысы мен оның іргелес аймақтарында тоғышарлық тіршілік ететін балан құрттар. Аурудың морфологиясы қалай жүзеге асады? Жалпы имаго сатысындағы пурпуреус ересек сатыдағы шыбындар 8-12 мм құрайтын қызыл күрең түсті, басында өздеріне тән сүйелер бір үлкен массаға тұтаспаған, кеуденің жоғарғы жағында 4 қара көлденең сызықтары бар, және де құрсағы жұмыртқа тәрізді, доғалданып келген, түк баспаған, жалаңаштанған, қанаттары мөлдір, түбінде 3 дақтар кездеседі, және де аяқтары қысқа, түсі ашық сұрдан қара қоңырға дейін құбылып өзгеріп тұратын шыбындар жатқызамыз. Ауруды негізінен таратушы осы бізде бөгелек шыбындар, ал қоздырушылары мына балан құрттар. Балан құрттары бірінші және екінші сатыда дамиды. Бірінші сатыдағы балан құрттарға келетін болсақ, бұлардың өздеріне тән сүйірленген, арқасы сәл дөңестеу келген және бас жағында мықты өткір және ұзын ашық қоңыр түсті ілмектері бар. Сол ілмектері арқылы танаудың кілегейлік қабықына жабысып алып, сол жерді қабындырып, қанын, сөлін сора отырып, танау қуысын зардаптайды. Ал екінші сатыдағы балан құрттар, бұлар көп жағдайда бірінші сатыдағы балан құртқа ұқсайды, бірақ айырмашылығы денесі жалпақ, ұзындығы 20 мм құрайды. Денесі жоғарғы жағынан дөңестеніп келген, жоғарғы жағы дөңес, ал төменгі жағы жалпайып жазықтанып келген. Балан құрттар көбінесе сүйектің торлы шытырман маңайында және маңдай мен мұрын қуыстарында, тіпті жұтқыншаққа дейін тоғышарлық тіршілік етіп, жылқының мазасын қашыратын бірден-бір паразитарлық ауру. Аурудың даму циклына келетін болсақ, бұл айналымды түрде жүретін паразитарлық ауру. Мына бізде пурпуреус деп аталатын осы бөгелек шыбындары ауруды таратушы көздер. Яғни жылқының танауының айналасына өзінің жұмыртқаларын тастап, сол жұмыртқадан балан құрттар дамып, бірінші, екінші сатыдағы балан құрттар дамиды да, ол көктемге дейін осы жылқының танауын мекендеп ауруға шалдықтырады. Қабындыру белгілері қандай көрініс береді? Жалпы ауру созылмалы түрде өтетін, әсіресе көктемде асқынатын ауру. Балан құрттар өздерінің өткір ауыз ілмектерімен және денесіндегі тікенектерімен танау қуысымен кілегейлік қабығын қатты жарақаттайды, жылқының мазасын қашырып, азыққа деген зауқын болдырмайды. Риниттің негізгі белгілері: мұрыннан бөлінетін заттар кілегейлі іріңді және танаудан көп мөлшерде қан аға бастайды. Демікпе белгілері: танау қуысынан шіріктің иісі шығуы басталады. Жағасты лимфа бездері ұлғайып кетеді. Жылқылардың азықты жұтуы қиындайды, сол себептен олар тез арада азып кетеді. Себебі балан құрттар жұтқыншаққа дейін баратын болса, жұтқыншақты бітеп, азықтың ұсатылғаннан кейін өңешке қарай өтуі қиындай бастайды. Ауруды анықтау үшін бірінші кезекте клиникалық белгілеріне назар аударамыз. Малды сойып ашқан кезде балан құрттарды анықтау арқылы ринострозың нақты көрінісін көре аламыз. Этиологиялық ауруды анықтау үшін арнайы рефлектор көмегімен міндетті түрде мұрынның кілегей қабығында балан құрттарды анықтау, немесе жеке балан құрттарды шығарып алу арқылы диагноз қоюымызға болады.
ринострозды қандай басқа да аурулардан ажыратуға болады. Жалпы басқа клиникалық белгілері ұқсас жылқы ауруларынан, мысалы гастрофилезден, сақаудан, маңқа және жоғарғы тыныс жолдарының ауруларынан ажыратуымыз керек. Мысалы гастрофилезде балаңқұрттар қарында мекен ететін болса, ал ринострозда бұлар танау қуысын зақымдайды. Ал сақауда алқын бездері ісінетін болса, ринострозда жұтқыншақта көбейген балаңқұрттардың салдарынан алқын бездері ісініп кетеді деген секілді айырмашылықтары арқылы ажыратуымызға болады. Бұл ауруды емдеу үшін бірінші кезекте балаңқұрттармен күресуіміз керек, және де ерте көктемде бүгілек шыбындарының таралу жағдайларын болдырмас үшін немесе жылқыға жұқпас үшін міндетті түрде жылқыны күндізгі уақытта жаймай, кешкі салқын түскеде немесе жаңағы бүгілек шыбындары ұшпайтын кезеңде бағуды ұсынуға болады. Енді емдеу шараларын қалай жүзеге асырамыз? Бірінші кезекте кеңсіргішін шайып балаңқұрттарды түсіруден бастаймыз. Ол үшін бізге арнайы 2% хлорофос ерітіндісін әр малға 50 немесе 100 мл мөлшерде танау қуысына жібереміз. Немесе арнайы ДДВФ деп аталатын хлорофостық дәрілік препаратын да қолдануға болады. Яғни біз оны жылқының әр танауына 2% вазелин майындағы сүртпесін 3-5 тәулік сайын қайталап жағып отыру арқылы 2-3 рет қайталасақ, танаудағы балаңқұрттарды түсіруге болады. Немесе жылқыны арнайы топтап емдеу әдісімен хлорофосты аэрозоль түрде қораның ішіне бүркіп шашатын болсақ, соны иіскеген кезде дәрілік препараттар танау қуысына өтіп, бүгілек шыбындарына, бүгілек балаңқұрттарына әсер етіп, олардың түсуіне көмектеседі. Емдеу уақыты 1 сағат, яғни бұл дәрілердің 60 немесе 40 миллиграммын әр 1 метр куб жерге қоражайдың ішіне шашу арқылы аэрозоль түрде емдесек жақсы нәтиже береді. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы осы. Рахмет, сау